мамыры Америка астанасы Вашингтонда түскі сағат 1-ден 1 кетті. Ал Қазақстанда 12 мамыр түнгі сағат 10-нан 1 кетті. Ендеше бүгінгі лекциямызда тақырыпта жазған мәселелерді қысқа нұсқаға айырайық. Себебі біздің түстен кейінде жүздесуіміз бар. Әңгімені көп соза алмаймыз. Қысқасынан қайырайық. Біріншісі, Қытай билігі бұғанға дейін Трамптың Қытай сапарын ашық әшкере жарияламай тұрған. Тіпті бүкіл дүние жүзі Трамп Қытайға барады, бармайды, барады деп сөйтіп неше түрлі әңгіме айтып жатқан кезде, Қытай билігі тіпті шетелдік журналистердің сұрағына жауап бермей, Трамп Қытайға келе ме, келмей ме деген мәселеде мүлде үнсіз қалып отырған. Енді Қытайдың сыртқы істер министрлігі Трамптың келетін уақыты, орнын, оның және қашан қайда баратынын, қай жерде Ши Цзиньпинмен шай ішетінін бәрін жазбады. Бір белгілі болғаны, Трамп осы жолы Қытайда болады, бірақ өте қысқа мерзім. Бірақ екінші бір нәрсе белгілі болып тұр. Ол Американың қазына министрі Қытайдың қазына министріменен Кореяда кезігеді екен. Бұл бір қызық жағдай. Бұл бірақ әлде бір шетелдегі, Еуропадағы, Америкадағы қытайшыл медиаларының жазып жатқандай, Қытай қазына министрін қабылдамады, сен кірмейсің елге деп, сосын оны сен Корей жақта кезік деп айтыпты. Американың қазына министрлігіне осылай наразылығын білдіру арқылы Қытай өзінің бір мына экономика, кедендік салық, тағы басқа мәселелер жөніндегі Америкаға наразылығын білдірді деген сияқты. Оның бәрі оттаған сөз. Әдетте бұғанға дейін Америка мен Қытай ортасында тура мәселе ушығып тұрған кездерде, ушықпаған кездерде де қазына министрлігі сыртқы сауда, кедендік салық, тағы басқа мәселелерді қарастыратын бұндай келіссөздердің көбі шетелде болады. Ескі кезді қарасаңыздар, бұның барлығы жазулы тұр. Сондықтан бұл арада оны жаңағы тәптіштеп айтып отырудың керек жоқ. Екіншіден, Қытай Трампты жаңағы босағасынан кіргізіп, бірақ ол тағайындаған қазына министрін кіргізбейді деген ол логикаға сыймайды. Бұл екі. Бұл әдетте қазына министрлерінің өзара келіссөз кәдімгідей бұл ұзаққа созылатын және кәдімгідей ырғасатын, арбасатын сондай келіссөздер. Ал Трамптар бұл арада ол тек принциптік дипломатиялық жаңағы ең негізгі жүлгелік мәселелерін шешеді. Ал ары қарайғы тиыны санайтын, тиынымен қосып тебенін санайтын мәселенің барлығын сол министрлер шешеді. Сондықтан олар Корейде жүздесетін болып отыр. Бұл бек. Екіншісі, қазірге дейін Қытайдың өзінің жергілікті әлеуметтік желі қолданушылар, сол Пекиндегі Шуду International Airport, яғни Пекиндегі жаңағы Қытайдың Астана халықаралық әуежайы дейтін жер бар. Шуду деген қытайша Астана, капитал деген сөз. Сол әуежайды торуылдаған Қытайдың блогерлерінің күндіз және түнде, енді ойлашы, 24 сағат аңду деген сөз. Бұл Қытай блогерлерінің де сондай бір осы жолғы кездесуге жіті назар салып отыруда. Бұл да Қытай дейтін елдегі экономика, тіршілік, оқу, сауда, бизнес бәріне тіке қатысты нәрсе. Егер осы жолы мына тіркіс шал барғанда Қытаймен тіл табысса, онда Қытайдың экономикасына жан кіреді. Егер осы жолы тіркіс шал барғанда ана Қытайдың қыңыр шалы екеуі ұстасып қалса, онда бітті, Қытайдың экономикасы күйреткіштік соққыға ұшырауы мүмкін. Бұл жердегі Қытай блогерлерінің жанқиярлығына менің бір таңырқағаным, Қытай блогерлері күндізде де, түнде де сол Пекин әуежайына, ол дегеніңіз енді қаладан мен білгенде кемі 40-50 километр алыстағы әуежай. Әдетте сол Пекин әуежайына біз Алматыдан ұшып барамыз. Алматыдан ұшып барып Пекин әуежайына түскенде, сол қаланың орталығындағы қонақ үйге дейін кем дегенде 120-130 юан кетеді. Тіпті бір мізғап алатынсың ана көлікте. Ол соншалық алыс әуежай. Ол Алматы менен
Алматының қала ортасы, Алматы әуежайы мен қала ортасына салыстыруға келмейді ол. Алматының әуежайы мен Алматының қала ортасын былайша айтқанда жаяу баруға келетіндей жер деп айтуға болады ол кезде. Жаяу баратындай жер. Ал анау Пекин әуежайы сонша алыс, соның өзінде Қытайлар күндіз де түнде де түннің бір уақыты таң ата қонған Американың жаңағы арнайы алып жүк таситын ұшақтардың қонғанын санаған. Бұндай ұшақ ешқашан Қытайға жаңағы коммерциялық бағыт, басқа бағыттармен ондай ұшақтар қонбайды. Әдетте бұл ұшақтардың қонуы тек сол Трамптың келуіне ғана байланысты болады. 12 мәрте рет қоныпты. 12 мәрте рет. Енді бұл жерде бүкіл сарапшылар айтып отыр, жарты Ақ үйді көшіріп апаратындай болды дейді. Яғни Трамп осы жолы Пекинге барғанда қысқасы Ши Цзиньпинге қыр көрсетіп отыр. 12 мәрте алып Американың жүк ұшағы Пекинге қонып отыр. Бүкіл жаңағы оның ішінде әрине Трамптың әр жолы шетелге барғанда алып баратын анау өзгертілген анау жаңағы жыртқыш деп аталатын Кадиллак көлігі. Ол Кадиллак көліктің жаңағы есігінің қалыңдығының өзі мына менің иығымдай, былайша айтқанда 30-40 сантиметр есіктің қалыңдығындай болады. Есіктің қалыңдығының өзі кәдімгі. Оған енді кәдімгі иыққа қойып ататын зымыранды атсаң да, ана көлік нетпейді. Тіпті ода алдымен жүрген кезде анау көлік бірдеңеге ұрылғанда рөлге ұрылатын жаңағы не бар ғой, анау шар бар ғой, сақтандырғыш. Ол да жоқ. Неге? Ол неге ұрылса да оған қауіп келмейді. Оған айнегіне оқ ату, пулеметтен оқ жаудыру, минометтен оқ жаудыру туралы иыққа қоятын түтікті нелерді атсаң да, қанатты зымырандар тисе де ана көлік бұқпайтын көлік. Оның енді есігінің қалыңдығының өзі мынандай қалыңдық болып отыр ғой, сөздің шыны. Кісінің иығындай қалың есік. Одан оның ішінде жаңағы президенттің қан типіне ұқсас келетін қан типтегі бәленбай не, Ақ үймен тіке хабарласатын, төңіректегі анау сигналды жауып тастайтын құрылғыларға бағынбайтын, Ақ үймен тіке хабарласатын құрылғы, ішінде жаңағы тіке атом қаруларымен тіке байланысатын байланыс құрылғысы, қысқасы бәрі бар. Бұндай көлік. Енді қазір сарапшылар айтып отыр, осы жолы Американың Қытайға тасып апарған арнай Американың амандық қызметкерлерінің, яғни Трамптың амандығын сақтайтын қызметкерлердің өзінің мінетін көлігі 60-тан асуы мүмкін дейді. 60-тан асуы мүмкін. Сонда ойлашы, 60-тан артық америкалық көлік, бәленбай 100 адам, Трамптың арнай көлігі оқ атпайтын. Енді оның түсетін қонақ үйі, оның бүкіл қабырғасын тексереді, бүкіл кілеміне дейін қопарып алып тастап, құдай біледі, ана төсек керуетіне дейін алып тастап, сол Америкадан алып барған керуетті қояды. Міне көрдіңіз ба? Енді оның енді бүкіл ана жерде тыңдағышы бар ма, видеоға түсіргіші бар ма, бәрін аспабымен тексеріп бақылап жүреді. Және бірі, бұл әдетте Трамп өзінің одақтас елдерін Еуропаға барса бүйтпейді. Еуропаға барса тіпті қаласа ана дәу оқ атпайтын көлігінде ол өте сирек апарады. Бірақ алдыңғы жолы ол өзінің 45-ші кезекті президентті кезде, Байденнен бұрынғы кезінде 2-ақ рет жаңағы жаңағы жүк көлігі, жүк ұшағыменен апарғанда сол өзінің оқ атпайтын Кадиллак, анау жыртқыш дейтін көлігін апарған. Бірақ бұл жолы 12 мәрте барып отыр. Енді сөздің шыны керек, Трамптың аузын сүртетін сүлгі орамал қағазынан тартып, қысқасы керек жарағының бәрі енді білмейсің не тасып алып бар, тұтасымен Ақ үйдің жартысын көшіріп апарды Пекинге деп отырған. Бұл Трамптың 3 ретке, 4 ретке қастандық ұшырағаннан кейінгі туған бір психологиялық сақтық болуы мүмкін. Енді 3-4 рет қастандық ұшырады ғой енді. Мынау бір рет адамды жылан шақса, ала жіп көрсе де қорқып қалатын бір құбылыс болады ғой адамдар, де? Бір рет жылан шаққаннан кейін мысалы, шошып қалады. Мысалы бізге жала жабылып, сатқындықты көре беріп, күні кеше жарты жарманы бөліп жеп жүрген, басына ауыр күн төгенде біз көмектесіп жүрген
күні кеше бізден әкесінен көрмеген жақсылықты көріп, бір-ақ күнде бізге жаңа жау болып бізге қарсы үріп кеткен, ей Құдай-ау, кеше ғана дос едік қой, жолдас едік қой дегеніне қарамайтын. Осындай сатқындықты көргеннен кейін, мысалы, бізде де синдром қалып қалды. Мысалы, менде қазір бір синдром бар. Мен жаулардың жаңағы өліп, талып, өкіріп, бақырып, шақырып, қақырып жатқанына мен бықпайды екен. Бірақ жаңағы кезінде осы тура әкесінен көрмеген жақсылықты бізден көргендердің бізге жасаған бір сатқындығына, арсыздығына, немесе солардың бір әлеуметтік желіде бізге қарсы бір жазған бір-екі абзац сөзіне, қысқасы, соған мен қатты үлкен синдром болып қалды. Мен мына қазақтардың арсыз, тайғақ, ұятсыз, екі беткей, сата салғыштығына менде синдром қалыптасып қалған. Мысалы, осыдан бірнеше күн бұрын бір топ жаңағы қыз жігіттер мені шақырды. Енді ішінде жастары да бар, үлкені де бар. Сонымен дастарқандас болдық. Жаңағы үлкен ресторанда кезіктік, сөйлестік, анау мынау. Енді сөйлесіп отырып, мысалы, менде қайсың киембекесіңе деген күдік тұрды да. Артынан барып өзімнің ойымнан өзім ұялдым. Неге мен бәрінен күдіктенуім керек? Бірақ күдіктенбейін десең, әкесінен түгіл 77 әкесінен көрмеген жақсылықты бізден көрген адамдардың бізге қарап үріп кеткен сатқындықтарына жала жауып, Құдай-ау, менен жақсылық көрдің ғой. Енді жарайды, мен де саған жақсылық істеймін, бірақ кем дегенде менен жамандық көрмедің ғой. Неге үресің маған? Мен көрге кіріп көміп тастағаннан кейін де саған бір зияным жоқ еді ғой деп айтқан адамдарым болды. Мен саған осы менен тек қана сен тек алып отырдың ғой, жақсылық алып отырдың, көмек алып отырдың. Енді кеп неге үрдіге? Енді саған келе жатқан, мен саған беретін, әлі де жақсылық жасайтын едім ғой, әлі де ақша беретін едім, әлі де ананы істейтін едім, мынаны істейтін едім. Енді не болды енді? Үрмейік, кем деген аузыңды жауып, Серікжан иттің етінен жек көрем, бірақ үрмеймін деп неге тоқтап қалмадың деп бір топас қатынға айтқаным бар болатын. Бір топас, туған туысы топас, ми істемейтін, ми несек деп кеткен бір топас қатын жаңағы оттап неше түрлі жаласын жапқанда айтым, ит қатыны, Құдай-ау, төбеңнен Құдай теуіп қойған неме, сен енді үрмей-ақ қоймадың ба енді? Мені жек көріп, бірақ үрмей-ақ қоймадың ба енді? Бүкіл ел сені қарғайды ғой енді. Сенің аңырап, еңіреп, аузы басың қан-жоса болып жүрген кезде сенің басыңнан сипаған кім еді? Осы біз едік қой, ата жұрт едік қой сен. Байыңнан таяқ жеп қан-жоса болып жүргеніңде, жүн жеп жабағы тішіп жүрген кезіңде, үрер китің, сығарға битің жоқ кезде осы ата жұрт еді ғой сені адам қылған, сені елдерде сені адам деп білсін деген. Қазір менде синдром қалып қалғанда, жаңағы адамдармен сөйлесіп отырып, сөйтіп, мүмкін сен бүгін қазір секе, сіз қандай керемет адамсыз деп отырып, мүмкін ертең үретін шығарсың деп, қазақтарға деген сенімім нөл болып қалған ғой. Бүгін мүмкін өстіп, сөйлеп, күліп, секе деп отырып, мүмкін ертең әлеуметтік желіде үріп, тура балтырымнан тістеп қан-жоса қылатын шығарсың, мүмкін деп жаңағы ойланып қалады екенсің да. Менше Трампта да сол синдром бар. Осы жолы енді сұмдығы керек. Бүкіл мына батыстың енді президенттердің осындай істеріне жаңағы қарайтын адамдар жазып жатыр. Ақ үйдің жартысын көшіріп алып баратын сияқты Пекинге деп сөйтеді. Енді ойлашы, өзі жиын ашып отырған анау Вашингтондағы анау жаңағы Хилтон қонақ үйі, өңкей президенттер жиын ашатын жер. Баяғыда тура сол қонақ үйде Рейганды атқан. Енді осы жолы Трамп қағаз қалды енді. Трамп отырған залдың алдында, қақпаның алдында ұсталды. Сонда аналарың сол бүкіл қонақ үйді құрсаулаудың орнына, ана Трамп қонағасы беріп отырған үлкен залдың алдында ғана тұрған ғой, болды. Яғни сол жерге дейін келе алады ана қызмет, ана жаңағы оқ ататын келлер сол жерге дейін келе алады. Ана есікті ашса, залда Трамп отыр.
Сонда Американың мына күзет қызметінің бәрі қой болып кеткен ба деп ойлап қаласың да. Бірақ ол қонақ үйде мен де болғам. Алдыңғы жолғы анау 3 реттік саммит солар сол жерде болды. Мысалы, кейде бір бейресми кездесулерді сол жерге ұйымдастырады. Енді жәрден қымбат, енді сұмдық қымбат, енді сол жерге барып жаңа кездесесің жаңағы. Енді кейде ойлаймын, осы президенттер неғып сондай бір жерді таңдайды екен, өздерінің президенттердің арнайы сондай қонақасыларын беретін, арнайы бір тек сондай кезде пайдаланатын ғимарат неге салмады екен деп ойлап қоямын да. Енді ол тоталитарлық елдер ғой, сала салады ғой, бір бұйрық береді, ешкімнен сұрамайды. Енді ол Америка ғой, демократия, ол басқасы басқа. Ақ үйдің қонақасы залын ремонттау үшін конгресстен әрең рұқсат алып, ол бермей сотқа жүгініп, сот мақұл, енді ремонт десеңдер ремонттаңдар деп сот рұқсат беріп, ақ үйді Трамптың енді ремонттап жатыр ғой, мысалы. Оны енді ремонттап жатырмыз, ақ үйдің қонақасы залын, құда келгенде күтетін қонақасы залын ремонттап жатырмыз дегенде, ана өткенде Англияның патшасы Чарльз үшкел баяғыда бізде сіздердің ақ үйге біраз ремонт жасағанбыз деп шалыңда сөзбен пісіп кетті ғой. Баяғыда ол Англия сол ақ үйді басып алып, өртеп, жаңағы сол ақ үйдің сол шетін жаңағы қиратып кеткен кезі болған, мысалы. Оның соны бізде шамалы ремонт жүргізгенбіз, ақ үйге тақпады ғой. Англияның патшасы да өткен кезде еске салып, ана америкалықтардың жарасына бір тұз сөгіп кетті. Ошалыңда жай келген жоқ, жаңағы бір құдалықта отырып, құдасын мақтап отырып тістеп алатын бір тіркіс қушалдар болады ғой, қазақтарда бар өзі. Жаңағы, ой, құдеке алыңыз, құйрық бауыры асаңыз енді құдамыз деп отырып, анау 40 жыл бұрынғы бір ескі бірдеңкені қоңырсытып кеп тістеп алатын бір тіркіс шалдар болады ғой, күліп тұрып ашта жуаменен пісіп алатын, ана күлкісінің әзілінің арасына қанжар жасырып, істік жасырып жіберетін шалдар болады. Ана Англияның шалы да сондай шал екен. Енді осы жолғы Американың Қытай сапары енді сөздің шыны бүкіл дүниені таңырқатып отыр. Бізде мысалы бұл сапарға қатты жанталастық, сөздің шыны. Қытайда жатқан мынау Әлімнұр Тұрғанбайды босату туралы бәленбай адамнан хат кіргіздік. Енді білмеймін, енді мен жан жағымнан өзімнің адамдарым арқылы, жаңа таныс конгрессмендер арқылы, Қытайда қамауда отырған зиялылар, мысалы, Қанат Ережеп, анау доктор кім, Думан Жақып, абайтанушы Әділ Семейхан, бүкіл ақпараттағылар бар. Және нақақ қамалып отырған Қазақстан азаматы кім, Әлімнұр Тұрғанбай, осы сияқты азаматтарды босату мәселесін Ши Цзиньпинмен сөйлесу. Қытайдың енді Қазақстанда қазір концлагер ашып, міне Бекзат Мақсұтхандарды қаматып отырғандығын Қазақстан билігінің қолымен осы мәселені көтертіп бәрін енді неттік. Кеше Америкадағы сол біз білетін, өткенде мынау Қазақстанда 18 азаматтың нақақ қамалғанына байланысты арнайы Қазақстанның Америкадағы бас елшілігіне хат түсірген Американың жаңағы Джеймс МакКоберн конгрессмені, сосын мынау мен үнемі сөйлесіп кездесіп жүретін мынау Америка конгресінің Қытай ісі жөніндегі атқарушы комитетінің тең төрағасы Крис Смис конгрессмен, тағы басқа бір топ конгрессмен Трампқа осы Қытайдағы концлагер мәселесін көтеруді Ши Цзиньпинмен кезіккенде айтып отыр. Білесіздер, Крис Смис осыдан сәл бұрын анау Гонконгтық Алма журналының бас редакторы және иесі Джимми Лейдің қызын ертіп Трамппен кезіктіргені бар. Сосын Крис Смиспенен мен бір сөйлескенде айтқан, мен Джимми Лейді айтыпсыз, енді біздің мына 18 қазақты да айтсаңызшы деп бір өтініш айтқан. Мені де бір күні жетектеп Трамппен кезіктіріңізші деген ол кісіге. Енді ол кісінің назарында жүрсін деген сөз ғой. Ол кісіге мен сияқты мың таз хабарласады. Мың таз жылаған, еңіреген Тибет, қырылып қалған Рохинджа, анау христиандардан қорлық көрген мұсылмандар, мұсылмандардан қынадай қырылған христиандар, ойбай, ана Пәкістандағы христиан Пәкістандар, үндідегі хиндилер мен шиктер,
Енді бүкіл жер әлемде бірін бірі қырған, бірін бірі шапқан, бірін бірі шанаған, өртеген, қиратқан жауыз адамзат екенбіз ғой. Жауыз адамзат екенбіз. Соны кейде ойлайсың, жаңағы жаратушы Алла топырақтан адамды жаратамын дегенде, періштелер жер бетінде бірін бірі өлтіретін, өртейтін, қинайтын, азаптайтын, зұлымдық жасайтын осы адам деген қауымды жаратасыз ба деп періштелер сұрады деп айтады деп жаңағы аталарымыздан естуші едік. Шынында да мынау Америкадағы жиналыстарға қатынасып жүріп, бүкіл жер әлемнің зарлаған, жылаған, еңіреген, бірін бірі қырған, бірін бірі өртеген, өлтірген, жаңағы зұлымдардан, күштілерден, озбырдан тепкі көрген әлсіздердің жаңағы, солардың бір серік жан біләші бар екен әрқайсысының. Солармен сөйлесіп отырып кейде түңіліп кетеді екенсің. Әрқайсысы өзінің халқының, өзінің қауымының бір серік жаны, міне соларды көріп отырып түңіліп кетеді екенсің да. Бұл не деген қауымбыз, не деген бұл адамзат деген қауым, бұл қандай жауызбыз деп жаңағы түңіліп кетеді екенсің. Енді Трамптың осы жолы Қытай сапарында бүкіл дүние біледі, 3Т деген тақырыпты талқылайды. Біріншісі тариф. Кеден салығы, тауарға қоятын салық, Қытай кемелерінің Америка портына кіргендегі неше түрлі салықтары бар, алман салығы бар, сол мәселені талқылайды. Тариф. Бір Т. Екінші Т. Технология. Бұл Америка сол Қытайға жаңағы экспорттайтын чип мәселесін қиындатып қойған. Яғни ол чип дегеніңізде де ол бір түрлі болмайды екен, оның бәленбай 100 стандарты болады екен. Мынандай жылдамдықпен істейтін чип, мынандай категориядағы чип, жаңағы басы сақылдап серік жан сияқты істейтін чип деген бір чип болады екен. Басы сақылдап Илон Масктың басында істейтін чип деген чип болады екен. Эйнштейннің басындай сақылдайтын чип деген чип болады екен. Соны баяғы береді екен енді ары қарай. Енді одан жаңағы ары қарай сол чиптерінің ең төмендері ары қарай төмендеп Қазақстанның топас депутаттарының басындай істейтін, мысалы Қазыбек Исаның, анау троечник 3-ке оқыған, анау төбелесіп жүріп оқу бітірген мақтан тұтатын кім еді? Анау Абзал Құспан, анау қаңтаршыларға жала жабатын. Солардың басындай чиптер бар екен. Сол Қытайға сол сияқты чиптерді сатады екен, төмен деңгейде. Ал жоғарғы деңгейдегі басы сақылдап істейтін чиптерді сатпайды екен. Енді соны Қытай Америкадан енді анау жоғарғы категориядағы чиптеріңді берсеңші, бізге анау Қазыбек Иса, Абзал Құспан сияқты чиптер, ол бізде онымен не жасайсың? Онымен шошқа қораның есігін ашатын және шошқа қораның есігін жабатын функциясы ғана бар. Ондай пульттар керек жоқ. Бізге ана сақылдаған, басы сақылдап тұрған чиптер керек деп сұрайды екен. Оны Америка сатпайды екен. Енді сол қысқасы технология. Американды көп нәрсені қиып тастады, үзіп тастады. Қытайдан келетін студенттердің жоғарғы ғылыми, әскери, ғарыштық, технологиялық салаларда, қару-жараққа, физикаға қатысты салаларда оқуына тыйым салып тастады. Оқисың ба, әдебиет оқы, өлең жазып, о деп жүре бер. Марк Твейнді айтып тамсанып жаңағы жүре бер. Оқисың ба, психология оқи бер жаңағы, оқ деп, депрессия деп оқисың ба, суретшілік оқи бер. Бірақ мынау жоғарғы деңгейдегі технологиялық заттарды оқуға тыйым салып тастады. Содан бұл Қытайдың Америкаға жаңағы шпиондық мақсаттағы студенттерді жіберуіне жол жабылып қалды. Осыдан мүмкін осы жолғы кездесуде талқыланатын тақырыптың бірі. Бұл 2 Т. Тариф және технология. 3 Т. Тайвань мәселесі. Бұл мәселе, енді сөздің шыны керек, өте күрделі мәселе болып тұр. Қазір бүкіл дүние жүзі қазір осыған қатты назар салып жатыр. Трамп Тайваньды сатады, сатпайды болып тұр. Енді сөздің шыны керек, Тайваньда да өзгеріс болып жатыр. Тайваньның конгресінде қытайшылдар басым орынға шықты.
Американың өзі Тайванға бұғанға дейін сатпаған қаруларына шектемені алып тастап, Тайванға 14 миллиард доллар тұратын қару-жарақты сатуға рұқсат береміз дегенде, енді Тайван сол 14 миллиардты бюджеттен бөліп, ана Американың қаруын сатып ала қоятын кезде, Тайванның конгресінің ішінде қытайшылдар басым орынды иелеп, олар жаңағы өткендегі Тайванның Гоминдан партиясының төрағасы Қытайға барып саяхаттап қайтқан сияқты, бұларың да сол Қытайдың жаңағы биткоины бар, жаңағы тағы басқа анау жаңағы не дейді анау криптовалюталық ақшалары бар. Бұлардың аузы байланып қалған. Сонымен Америка беретін қаруды, қолдары жетпей жүрген қару, соны алуға бюджеттен ақша бөлетін кезде қытайшылдардың даусы басым болып, ақша бөлінбей қалды. Бұрын бұлар жалынып Америкадан ала алмай тұғын. Ақшамыз бар міне деп тұрып ала алмай тұғын. Енді Америка береміз деп тұрғанда, бұлар сол ақшаны конгресстен бөле алмай қалды. Демек, Тайваныңда да Қытайдың жаңағы жұмсақ күштері өте көп болып отыр. Тыңдап отырсаңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. 830 адам отыр екен, 325 лайк. Лайк басыңыздар, себебі ол біздің контентті, көрілімді арттырады. Білесіздер, мұнау YouTube-тың ішінде қазір қытайшыл, Қазақстан билігі сатып алған, Қытай билігі сатып алған админдер жұмыс істейді. Мен бүгін таңертең таң бозынан тұрғанда бір пост салдым. Біздің соңғы 28 күнде көрілім 4,4 миллионға жетіпті. 4,4 мен қазір көре салайын, міне 4,4 миллионға жетіпті, міне 4,4 миллионға жетіпті. Соңғы 28 күнде көрілім. Бұл YouTube Studio деген бөлек тәуелсіз бағдарлама, YouTube-тың бағдарламасы, бірақ бұл сол YouTube-те видео салатын біз сияқты азаматтар қолданады. Ал соңғы 28 күнде 4,4 миллион көрілген біздің каналдың қазіргі көрілім саны видеолар 30 мың, 40 мың, 50 мың деп қана тұр. Ал былтыр осы уақытта каналымның ең жоғарғы көрілімі 2 миллион болып көрініп тұратын кезде, менің әрбір видеом 100 мыңнан түспейтін. Әрбір видеом 100 мыңнан түспейтін. Енді қазір менің көрілімім 2,2 есе артты. Яғни былтыр 2 миллион кезде, қазір бізді қазір 4,4 миллион, 28 күнде 4,4 миллион көріліп тұр. 2 еседен артты. Бірақ видеоларымыздың көрілімі 30 мың, 40 мың, 50 мың болып тұр. Бұл мына YouTube-тың ішінде қазақ админдер, Қытай админдер отыр. Олар YouTube-тен 10 мың доллар айлық алып, Қазақстаннан, Қытайдан 100 мың доллар айлық алып жұмыс істеп отыр. Міне. Сондықтан сіздер оған керісінше жұмыс жасаңыздар, максимал таратыңыздар. Facebook-тың бетіне бөлісіп тастаңыздар. Ел ұнатсын, ұнатпасын, жек көрсін, жек көрмесін. Көзін ашса, көретіні серік жан болсын. Яғни, соқырдың көзінен жас шығатын, көр соқырдың көзінен жас шығатын, таскереңнің құлақ еститіндей қылып таратыңыздар. Ал енді сөзімізді жалғастырайық. Бұл арада тағы бір қызық әңгімелер болып жатыр. Тайван мәселесі. Трамп Тайванды сатады, сатпайды деген мәселе көп әлемдік деңгейде талқы болып жатыр. Әлемдік деңгейде талқы болып жатыр. Сіз қалай қарайсыз? Трамп Тайванды сата ма, сатпай ма? Сіз қалай қарайсыз? Тайван Қытай республикасы. Қытай халық республикасы. Екі Қытай, екі республика болып бөлек тұр. Біріккен ұлттар ұйымында 70 жылдарға дейін Тайван тұрған, яғни Қытай республикасы болып тұрған. Артынан барып мынау Киссинджер дейтін Джойд, Американың мемлекеттік істер бас хатшысы қазіргі Марко Рубионың орнында болған кезде, сол мынау Қытай компартиясымен жақындасып, Тайванды Біріккен ұлттар ұйымынан қудырып, орнына қазіргі коммунист Қытайды алып келді. Сіз қалай қарайсыз? Бұл маңызды бір нәрсе. Енді ақыры сөйледік, бірнеше маңызды тақырыптарды сіздерге айта кетейін. Кешегі Біріккен ұлттар ұйымының арнайы шешімі туралы ақпаратты біз YouTube-тың пост бөлігінде, Facebook-імізде салдық.
оны сіздер жаңағы оқып аларсыздар. Енді бұның аудармасын салдық. Біріккен ұлттар ұйымының бейбіт жиналу және бірлесу бостандығы құқықтары жөніндегі арнайы баяндамашысының және әйелдер мен қыздарға қатысты кемсітушілік мәселелері жөніндегі жұмыс тобының мандаттары. Бұл міне Қазақстан бойынша ал каз 2 2026 анау мынау. Құрметті жаңағы Мырзаханым деп басталады. Адам құқықтары бойынша тағы өстіп келеді, жаңағы Қазақстандағы ата жұрт қазақ адам құқығы ұйымының 18 мүшесіне қатысты деген мысалы. Кейіннен қылмыстық кодекстің 174 бабы 2 бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бұл бап адамдар тобы арқылы жасалған ұлтаралық, этникалық немесе өзге алауыздықты қоздыру әрекеттерін қылмыс деп танып, 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын қарастырады. 13 адам тергеу изоляторында қамалған анау мынау. Және 2026 19 ақпанға жоспарланған сот отырысы айыпталушының бірі Нәзигүл Мақсұтқаның ауруханаға жеткізілуіне байланысты кейінге шегерілген. Осының барлығын байындап келіп, Қазақстан үкіметінен бұл азаматтардың жаңағы құқын таптамау талап қылатын Біріккен ұлттар ұйымының шешімі. Жоғарыдағы аталған айыптауларға қатысты қосымша ақпарат пен түсініктемелерді берулеріңізді сұраймыз дейді. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстаннан түсініктеме берді. Екіншісі, тергеу қамауы менен үйғамақ шараларын жалғастырудың құқықтық негіздері туралы толық ақпарат берулеріңізді сұраймыз дейді. Үшіншісі, сот процесінің Талдықорғанда өткізілу себептерін және соттың жабық режимде жүргізілу негіздерін түсіндірулеріңізді сұраймыз дейді. Неге Талдықорғанда өтеді? Бөлек облыста. Неге жабық өтеді? Біріккен ұлттар ұйымы осы талапты қойып отыр Қазақстанға. Төртіншісі, қылмыстық кодекстің 174 бабы 2 бөлігі бойынша алауыздық қоздыру белгілерінде қалай бағаланғаны туралы толық ақпаратты берулеріңізді сұраймыз. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанның езуін тіліп талап қойып отыр. Бесіншісі, босанғаннан кейінгі кезеңде Нәзигүл Мақсұтқанның денсаулығы менен әл ауқатын қорғау үшін қандай кепілдіктер қарастырылғанын түсіндірулеріңізді сұраймыз. Алтыншысы, атажұрт қозғалысына қатысты бар адамдар менен ұйымдардың, сондай-ақ айыпталушыларды қолдайтын тұлғаларды қорқыту менен қысымсыз бейбіт жиналу және бірлесу құқықтарын жүзеге асыру қамтамасыз ету үшін қандай шаралар қабылдағаны туралы ақпарат беруіңізді сұраймыз. Атажұртты және атажұртты қолдаған азаматтарды жаңағы қысу, үркіту, қорқыту, осы туралы сіздер қандай бір шешімдер шығарып жатсыздар алды. Бұл хат және сіздің үкіметіңіздің жауабы 60 күн өткен соң арнайы коммуникациялар сайтында жария етіледі дейді. Бұл хат Қазақстанға жіберілгеннен кейін, жаңағы 60 күннен кейін жарияланады, немесе сіздің жауабыңыз дейді. Міне сол 60 күн уақыт толды, Біріккен ұлттар ұйымы жариялап отыр. Оның барлығының сілтемесін мына YouTube-тың пост бөлігінде жариялады. YouTube-те бөлінеді ғой. Тікелей эфир, шорт қысқа видеолар, жаңа видеолар бөлімі, және анау плейлист, сосын пост дейтін бөлім болады. Сол пост дейтін бөлімде осының бәрін жарияладық. Өздеріңіз асықпай оқып аларсыздар. Яғни Қазақстан үкіметінің мына азаматтарды нақақ соттағаны, нақақ тергегені бойынша Біріккен ұлттар ұйымы өзінің ресми түрде талаптарын Қазақстан үкіметіне жазды. Қазақстан үкіметінен жауап болған жоқ. Енді оны сайттарда жариялады 60 күн уақыт толғаннан кейін. Бұл нені білдіреді? Бұл Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымында хатшы болады дегеннің аяқтағанын білдіреді. Яғни Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымында хатшы болып келсе, хатшы болып келетін болса, онда бүкіл халықарада, ол Біріккен ұлттар ұйымының бүкіл жиналысында журналистер сұрақ қояды. Сіз мына 18 азаматты жай бір жиналып, жай бір-екі шүпірекпен бір-екі қағаз өртеген үшін 5 жылға соттаттыңыз. Сіз өзіңіз халықаралық осындай бір ұйымда басқаларды да адамдық құқық таптамауға қалай шақыра аласыз? Мысалы, анау Нигерияда. Сіздер мына жаңағы христиандар, мұсылмандар христиандардың құқын таптамаңдар. Мынау Алжириядағы мынау әйелдердің құқын таптамаңдар деген әңгімені қалай айта аласың? Өзің жүкті әйелдерді соттап отырсың. Сондықтан Тоқаев, мен кесіп тұрып айтам, бүкіл Қазақстандағы әлеуметтік желіге қиып алып таратуларыңызға болады. Тоқаев ешқашан, еш уақытта Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы бола алмайды.
енді қазақтар түсінетін қазақтың жетекесінің тілімен айтайын. Никогда, навсегда Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы бола алмайды ол. Неге? Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанға қаратып, осы нақақ сотталған 18 азамат туралы өздерінің наразылықтарын тұтас заңды құқықтық жаңағы негіздерді көрсетіп, қандай қылмысы бар? Неге Талдықорғанда сот өтеді? Неге сот жабық өтеді? Қандай заңның негіздерін алдыңыздар? Неге жүкті әйел ауруханаға түскен жүкті әйелді мәжбүрлеп сотқа қатыстырасың? Қандай негіз бар? Олардың құқығы қалай? Неге атажұрттың қолдаушыларына олардың өз бетінше үйісу құқы дейтін құқық бар? Конституцияда да бар, Қазақстанның халықаралық заңда да бар. Азаматтардың өз еркімен үйісу құқы бар. Соған жаңағы неге қысым жасадыңыздар? Соған қандай заңдарыңызда негіз бар? Қандай заңдарыңыз бар? Егер біреуді біреу қолдап қойса, соттау керек дейтін, қорқыту керек дейтін баптарыңыз бар ма? Сендер мемлекетсіңдер ма, жоқ таудың қарақшыларысыңдар ма? Деген сұрақтар ғой. Мына қазақша айтқан кезде сендер бір заңды қағазға жазатын, оны мойындайтын, сосын ол жазған заңды өзі атқаратын бір заңды мемлекет құрылысыңдар ма, бандит қарақшысыңдар ма? Деген сөзді Біріккен ұлттар ұйымы сөздің шыны жазып міне жариялап отыр. Оны біз аударып Фейсбукте салдық, оны аударып ютубтың пост бөлігінде салдық. Енді соны қарасаңыздар болды. Енді бұдан толық түрде жаңағы Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымына барады екен деген әңгімеге осы хат жауап болды. Екінші хатты жарияладық. Құрметті Болатхан мырза деп басталады. Бұл Еурокомиссияның Ерзат Болатхан бауырымызға жазған хаты, оны да жарияладық. Еуропалық комиссия мүшесі Йозеф Секелия мырзаға жолдаған хатыңыз үшін және Қазақстандағы атажұрт адам құқықтарын қорғау қозғалысына қатысты жағдай жөніндегі жан-жақты ақпаратыңызбен бөліскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Еуропалық одақ адам құқықтарын, заң үстемдігін және негізгі бостандықтарды қорғаумен ілгерілетуге Еуропа одағының аумағында да, сыртқы саясатында да, көрдіңіз ба? Еуропа одағы аумағында да және оның сыртқы саясатында да аса жоғары мән береді дейді. Яғни Еуропа одақпен кез келген бір ел қарым-қатынас жасайтын болса, көміріңді, отыныңды, газыңды сататын болсаң, помидорыңды, картофыңды Еуропа одағына сататын болсаң, онда бұл Еуропа одағының ішінде де және оның дипломатиялық қарым-қатынасында да адамды құқыққа мән береміз дейді. Қазақстанның Еуроодақпен қатысы бар ма? Бар. Мұнайын сатып отыр ма? Сатып отыр. Бидайын, ұнын сатып отыр ма? Сатып отыр. Етін сатып отыр ма? Сатып отыр. Ақшаларының бәрін Еуропаға тығып отыр ма? Тығып отыр. Қатындары, тоқалдары, қыздары, ұлдары Еуропада оқып жатыр ма? Оқып жатыр. Енді Еуропадағы біз бұл іске кірісеміз деп отыр. Міне құрметпенен жаңағы сол Ерзат Болатханұлына жазған жауап хаттар Еурокомиссияның атажұрт және осындағы азаматтардың жаңағы құқының қорғалуына байланысты жаңағы Еуропа комиссияның міне туыменен отырып жариялап отыр. Міне. Оның бәрін ютубтың пост бөлігінде салдық. Енді оқырсыздар. Сол бүгін таңертең таң бозында енді күн шықпай тұрып бір бауырымызбен сөйлесіп қалдым, маған таң қалдым. Енді мен туралы, атажұрт туралы, жалпы атажұрттың ісі туралы, Қазақстандағы оппозициялар, Қазақстандағы мына заң бұзушылықтар туралы Қара көлеңке деген кітап шыққан екен. Мен оны, бұл кітаптың авторын білемін. Осының ішінде жаңағы менің сөздерім бар екен. Соны бауырым скриндеп жіберіпті. Ой, мынау жақсы болды ғой енді. Амазоннан алайын деп отырмын енді. Бүгін тапсырыс беру мүмкін. Джона Лилис. Бұл өткенде осы атажұрт азаматтар туралы көп пост салды Фейсбукте де, Твиттерде де. Осы Джона Лилис баяғыда Алматыдағы офисте бұл кісімен кезіккенбіз, жүздескенбіз, әдемі жаңа көп сөйлескенбіз, өзі ақылды, жаңа талантты кісі. Бұл кісінің посттарын біздің Фейсбуктегі посттарымыздан бөліскенбіз білесіз. Міне жаңа Dark Shadows деген кітаптың ішінде атажұрт туралы жазылған. Бұл кісі мынау қамалған Әлімнұр Тұрғанбай және атажұрт Бекзат Мақсұтхан туралы көп жаңағы нәрсе жазған кісі. Міне жерде кітаптың 224-ші бетінде екен. There are two dangers. First, the Chinese side kidnapped me
or kill me. Second, the Kazakhstan arrest me, said Sergjan Blesh деп басталады. Бұл жерде екі түрлі қауіп бар дейді. 2020 жылы мен сұхбат беріппін Алматыдағы кезімде. Бірі Қытай тарапы мені өлтіруі мүмкін, немесе мені барымталап алып кетуі мүмкін. Екіншісі Қазақстан тарапы солай істеуі мүмкін деп мен жаңағы бұл кітаптың 224 бетінде сол кітаптың авторы Джоанна Лелеске сұхбат берген екен, соны жазыпты. 2020 жылы жаңағы Омаралы Әділбектер Серікжанды кез келген уақытта жоқ болып кетуі мүмкін. Серікжан деген Қытайдың шпионы, ол Қытайға қашып кетуі мүмкін деп Омарәлілер мына идеологиялық негіз қалап жатқан кез жанын таласып. Ол өзі Қытайдың консулінен шықпайды. Қытайдың Алматыдағы консулінен шықпайды. Қытайдың консуліне барып, Қытайларға әрқайсымыз бір $100,000 көмек берейік, коронада қырылып кетті дейтін адам. Ол сөйтіп жүріп, мені Қытайдың шпионы дейді. Енді осы логиканы түсіндіріңдерші. Ол ана бұрын Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс, мына қамалған қазақтың бәрі өңкей террорист, оңбаған экстремист, сепаратист деп айтатын адам кейін Қытайдағы бүкіл осыны қалқара мойындаған кезде анау дереу тонын өзгертті деп, мына бет жоқ, ар жоқ адамның өзгеруді оңай ғой. Ол енді Қытай енді қамап жатыр ғой енді деп. Өткенде бір сөзінде айтады, шибаузы дақпады, шибаузы деген мына шиді манты деп, шетелдіктер оны топас деп жаңағы айтады да. Анау да сөйтіп өзінше Қытайдың бір Қытайды бір сынайтын бір ашық ойлы азамат сияқты бола қалды. Ал 17, 18, 19 жылдары сөздің шыны керек. Ши Цзиньпин бері келші. Мына күн жараны жеші десе, жейтіннің өзі Ши Цзиньпин итін, шошқасын шақырып, Омарәлі үшеуін мына шошқамен итпен бірге мына күн жараны же десе, Омарәлімен Дүкен қорс-қорс етіп, бірін-бірі сүзіп, таласып, Ши Цзиньпиннің итімен күшігімен қатарласып жеп кететіндер болады. Енді соңғы кезде сөйтіп жүр. Мынау сол кезде менің жазғаным, ана сұхбат бергенім екен. Сол кезде мен жаңағы Серікжан Қытайдың шпионы деген сол Қытайшылдардың өз тарапынан жабылатын Серікжан Қытайдың шпионы дегенде мен Алматыда жүріп күдіктенетінмін. 19 жылы, яғни былтыр мені соттата алмады. Түрмеге тыға алмады. Түрменің түбінде шірітпек болған. Енді мені барымталап кетуі мүмкін, барымталап кетіп, сосын Қытайға қашып кетті деуі мүмкін деген күдігім болған, соны айтқанмын. Енді бұл жерде мынау Ши Цзиньпиннің Қытай сапары кезінде мына жерде міне конгрессмендер, мынау мұншама конгрессмен қол қойып, Крис Смис бар, жаңағы МакГовern бар, Трампқа хат кіргізіпті. Мынау Қытайдағы концлагерьде қамалған біраз танымал адамдардың атын жазған, соны жазыпты, өстіп осындай кісілерді жаңағы босату туралы. Енді міне жерде мен сіздерге тура осы Трамптың Қытай сапары кезінде мына бір оқиға болғандығын жариялаймын. Мына бір ырбиған қатынды көрдіңіздер ме? Мынау Қытай қатын екен. Бұл қатын Southern California mayor resigns. We all plead guilty to acting as agent of Chinese government. Оңтүстік Калифорнияның қала бастығы қызметінен жаңағы доғарысқа кетті өз талабымен. Ол ұзақ уақыт бойы Қытай үкіметінің агенті болып жұмыс істегендігін мойындап, прокурормен келісті дейді. Бірі қызметінен кеткен мына қатын. Мынау енді сол жаңағы оңтүстік Калифорнияның мері болған екен. Аркадия дейтін қаласы бар екен. Жаңағы, міне көрдің ба? Оңтүстік Калифорнияның мері болған екен. Бұл CNN-де жарияланып отыр. CNN солшыл медиа ғой, Трампқа қарсы медиа. Ал осы қатын енді ұзақ уақыт бойы Қытай үкіметінің агенті болғандығын мойындап жариялапты. Міне жерде бұл қатынның аты Эйлин Уаң екен. Эйлин Уаң resigns. We all plead guilty to acting as Chinese government. Көрдіңіздер ме? Бұл Аркадия қаласында ұзақ уақыт
жаңағы әкім болған. Ал бұның жаңағы не дейді, мынау енді үйленеміз деп жүрген қалыңдығы. Мынау енді америкалық ұғымда қыз болып, қыз жігіт болып, бойфренді, герлфренді болып біраз жүреді. Біраз жүргеннен кейін жігіт жаңағы бір тізерлеп қызының қолына жүзігін салып, сонымен екеуі жаңағы жүзік таққан қыз жігіт болып біраз жүреді. Бұл сол кезде оны жаңағы былайша айтқан кезде некелесіп, шіркеуде некелескен ерлі зайыпты бөлек, жүзік тағып қойып, жүзік тағылған қыз жігіт болып жүру бір бөлек, қыз жігіт болып жүру бір бөлек. Өзі 3-4 басқыштан болады. Олай біздің баяғыда біздің аталарымыз жаңағы күліп отыратын, жаңағы кемпірін қалай таптыңыз деп сұрағанда, сөйтсе әкелері, аталары бір тойға, асқа, жаңағы бір ақындардың айтыстырып, балуан күрестіріп, ат шаптыратын бір үлкен арысқа барған кезде, сол басқа бір елдің сол сияқты бір ел ағаларыменен келісіп, сол кейбіреу тіпті анау немерелер дүниеге келмеген кезде келісіп құда боламыз десіп қояды. Ол жаңағы ананың ұзатам деген қызы немесе немересі дүниеге келмеген, мынаның алам деген ұлы не немересі дүниеге келмеген, сосын екеуі құда бол. Ол кімге қыз беретінде белгісіз. Ол ананікі қыз болып, мынанікі ұл бола ма, бұнікі қыз болып, ананікі ұл бола ма, белгісіз. Құда болып екеуі келіседі екен. Содан ана жақтан хабар келеді екен, бізден бір қыз немере дүниеге келді, бізден бір ұл неме бол, сосын арай қарай айғыр үйір жылқы, 10 айғыр үйір жылқы, 20 айғыр үйір жылқы айдатып жібереді екен. Құдаға қарай. Ана құда мақтанып, ана менің анау Жетітаудың ар жағындағы бәлен деген ел бар екен. Ол білмейтін ел ғой. Бәлен деген елдің түген деген ақсақалының жаңағы менің мына қызыма жаңағы айдатып жүрген қалың мал деп. Содан ол ер жетіп ол толықсып қыз болып соңға дейін жаңағы аталарымыз көрмейді екен. Көрмейді екен, айту ана қалыңдығы түген деген ел, түген деген елдің ішінде түген деген ел, оның ішінде түген ел, ана бәленбай деген атақты батырдың елі да бірін-бір сол елімен таниды. Содан атына мініп алып шу деп жаңағы жүреді екен, сол 10 күн, 15 күн жүріп, тіпті 1 ай жүріп жаңағы жетіп, содан жаңа олар қызын ұзатып, бұлар балуаны бар, ақыны бар, жаңа таластыратын иті бар жаңағы. Мына жақта иті таласып, ана жақта аты жарысып, ат жарыс болып, мына жақта қатын жарыс деген жарыс болады екен, мына жақта жаңағы ат жарысы болады екен, мына жақта ит таласып жатады екен, ана жақта қошқар сүзіп, мына жақта ақындар айтысып. Енді қазақтың қызығы сол ғой жаңағы. Сонда ақындарыңда сол жаңа таласқан ит сияқты, сүзген қошқар сияқты, ана жарысқан мал, хайуан сияқты ақындарды да айтыстырып қойған да қазақтар сөйтіп. Сол былай қарасаң категориясы бірдей енді. Сөйтіп жаңағы борып содан әгі қыз енді 15 па, 14 па, сол қыз енді сөздің шыны керек. Қалпақпен бұрып алыпты дегенде сонда қызды қалпақпен бұрады, құламасы ұзатады дейтін қазақтың әзілі бар. Сөйтіп ол қызды алып қайтады. Ол сыңсып жаңағы көрісін айтып, қоштасып, сыңсымасын айтып, оны жаңағы алып келеді. Ана таудың ар жағынан, Түгенбай өзеннен, Түгенбай таудан өтіп, бір таудан өткенде қар жауып жатады, екінші таудан өткенде жаңбыр жауып жатады айту. Сөйтіп қазақ алып келеді. Бұл енді ескі қазақтың дәстүрі. Ал енді Америкада өтпейді. Қыз бен жігіт барға барады. Анаған қарап бір күліп қойса болды, сосын ертесі ары қарай қыз жігіт жаңағы бойфренді, герлфренді болып жүру мүмкін. Одан ол екеу бір 3 жыл, 5 жыл жүріп, жігіт сол бір тізерлеп жаңағы жүзігін сыйлауы мүмкін. Ол кезде енді ана қыз деген аузын басып, ой деп таңырқап, ана неге жазып жатады, I said yes деп жазып жатады инстаграмдар. Мен естедім деп. Мен енді америкалықтарды кейде түсінбеймін енді. Ол онсыз да оның әйелі құсап, екеуі онсыз да бірге тұрып алды. Ол енді әгі жерде маған қатын боласың ба деп ол бір тізерлейді жаңағы. Ол онсыз да оның қатыны болып болған. Содан ана қыз таңырқап, аузын басып, шыңғырып, күліп, оны бүкіл достары құттықтап, ол жүзігін алып елге көрсетіп, ол және тағы оның қатыны емес енді некесі. Сөйтіп оның өзімен итарақтап, тағы 2 жыл, 3 жыл созып жүріп, одан шіркеуге барып,
Бейне олар одан бұрын сүйіспей жүргенде ең соңында жаңа поп сұрайды шіркеуде. Сіз жаңа бұл кісі ауру болса да, сау болса да, бай болса да, кедей болса да, бар болса да, жоқ болса да сүйесіз бе десе, анау сүйемін дейді. Сіз бұл кісіні әміріңізге аласыз ба десе, аламын дейді. Сіз бұл кісіге адал болса, енді мен жариялаймын дейді. Бұған қарсылар бар ма дейді шіркеудің ішінде. Егер бұған қарсылар болса, қазір айтыңдар, болмаса өмір бойы аузыңды жабыңдар дейді. Сонымен шіркеу қол шапалақ дейді. Сонымен әр жерде поп жариялайды. Енді сіз сүйсеңіз болады дейді ғой. Бейне ол екеуі одан бұрын сүйіспей жүргендей. Ол екеуі сүйіскеннің көкесін көрсетіп, хантамада жайында қалады хантаманы. Хантамадан дарғысын көрсетіп, бүкіл елге жаңағы нетіп қойған. Содан әлгі жерде екеуі бірінші рет сүйіседі, бірінші рет тырнақша ішінде. Одан бүкіл ел шыңғырып қиқулап, содан екеуі шіркеуден кеткеннен келіп шырнайын өткізеді. Одан бұрын олар шырнай өткізбегендей. Бұл енді мына жаңағы мына сықиған жаман Қытай қатынның да сондай жігіті бар екен. Мына қатынның суретін үлкейтейін десем үлкеймей өкіңді. Мына қатынның, мына сықиған қатынның, ой әкеңді, міне көрсете бірінші. Мынаның да сол жаңағы жүзік салдырып қойған байы бар екен. Мынаның аты Уаңайлин деді ме, ананың аты Сун бірдеңе деген. Сум бірдеңе деген. Екеуі де Қытайда екен. Мынау өзі Қытайдың Чыңду қаласында туған екен. Бұл ане жерде бір білдей бір қаланың мері болады екен ғой. Сөйтіп, бұл екеуі бір веб-сайт жасаған. Оны Америка ақпарат орталығы деп ат қойған. Америка ақпарат орталығы деп ат қойған. Америка ақпарат орталығы деп ат қойып, бұлар Шыңжаң концлагерін теріс деген ғой. Былайша айтқанда, Серікжан Біләшұлының ісін теріс дегендер екен. Жоқ, ол жерде ештеңе болып жатқан жоқ. Қысқасы TikTok имамның туыстары екен ғой. TikTok имам бүйтіп басын шайқап тұрып, ол Қытайдың ішкісі деп бүйтіп жаңағы Серікжан арандатушы, Қазақстан мен Қытайдың ортасын арандатушы дейді. Мен ана жақта жылап еңіреген, қырылған, жойылған қазақты, мұсылманды айтсам, мен арандатушы екен. Оны қырса жойса, ол Қытайдың ішкісі екен, TikTok имам. TikTok имамның ана мұнафиқ деп менің айтатыным сол ғой, ол мұнафиқ болып отыр ғой, нағыз екі жүзді мұнафиқ болып отыр. Енді мынау да сол теріс дейді екен. Ол жерде бәрі жақсы, бәрі дұрыс. Ойбай, ойда ұйғыр, қырда қазақ, осы мәз болып 24 сағат компартияны мақтап, бақыттан бас айналып, қазақ етін жеп, қымыз ішін ішіп, мас болып, ұйғыр мәндісін жеп, жаңағы лағманын 2 километр созып, олардан мәз болып, бақыттан бас айналып жатыр деп, компартияны мақтайтын иттер екен. Және сол әр жолғы сол сияқты бір іс-шаралар үшін Қытайдан $80,000, $100,000 ақша алып отырыпты. Ақша алып отыр. Көрдіңіз бе? Енді міне тұтқындалды. Енді бұның күйеуі ол да бірден мойындаған Қытайдың агенті екендігін. Ол енді 10 жылға кетуі мүмкін дейді. 10 жылға кетуі мүмкін дейді. Ал мынау әйел ол да мойындаған. Енді бұны да қысқасы жаңағы кетуі мүмкін дейді. Бұл Америкада көп адамдар түсінбейді. Неге бұлар бірден қылмысын мойындайды деп. Мен мына Америкада жүрген Қытайға жұмыс істейтін, Қазақстанға жұмыс істейтін шпиондарға айтам. Қасарыспаңдар, сендерді бір күн FBI ұстайды, Американың барлау қызметі ұстайды. Сол кезде қасарыспаңдар. Қасарысып мойында деген кезде мойындамасаңдар 20 жылға, 30 жылға кетіп қаласыңдар. Ал бірден мойындап, жаңағы Қытай билігіне жұмыс істейтіндіктеріңді, Қазақстанның диктаторлық билігіне жұмыс істейтіндіктеріңді айтсаңдар, сонымен прокурормен келісіп, қылмыстарыңды мойындасаңдар, 10 жылға отырасыңдар. 10 жылға отырасыңдар. Көрдіңіз бе? Міне. Сондықтан мына Америкада міне Қытайлар ұсталып жатыр, е? Осының түбі ары қарай дамып, мен эфирде. Ары қарай сол шпион ұстау жалғасады ау негізі. Енді қараңыздаршы. Бұлар Америкада жүріп, Америка ақпарат орталығы деген сайт ашып отыр. Жаңағы үйленбеген күйеу екеуі. Ол сайттар үшін Қытайдан 100,000 ақша алып отырыпты. Шыңжаң концлагерін теріс дейтін мақалалар жазыпты, былайша айтқанда.
Енді осыларды сол Қытай үкіметінің агенті болды деп Америка соттағалы жатыр. Ал Қазақстанда кешегі Омарәлі Әділбек кешегі Думан Бақыткелді мынау қазіргі бізге қарап көріп бұқа көзденіп, жаңағы бізге қарап тақпақ оқитын біреу бір жаңағы көтерем тоқты сияқты, арық шыбыш ешкі сияқты анау ақындарыңшы анау ақын деп айтудың өзі ұят енді. Былайша айтқанда бір шыбыштар, былайша шыбындаған шыбыштар. Солар ей сөрік жоғын бірдеңе деп көзін бүйтіп нетіп оқитын анау сүмелектер. Соның бәрі ертең бір қалмай бас жабылады ғой. Біз оны Америка ұқсап 10 жылға соттап, сосын түрмеде оларды 10 жыл бағып отырмаймыз, бірден аламыз да. Өлеңі тұр желіде, интернетте тұр, бізге қарсы өргені тұр. Біз бейшара сол сияқты сүмелектердің жер шарында бар екенін де білмейміз. Бірақ олар бізді өздері іздеп тауып, бізді арандатушысың. Осы Қытай менен тура біріміздің аузымызды біріміз жалап, бақыттан бас айналып жүргенде махаббатымызды бұзған сенсің деп бізге қарсы үріп кетті енді солар. Енді оларды не істейміз енді? Ертең мысалы қазір бүкіл дүние жүзінде анти-қытайлық қозғалыс жүріп жатыр. Трамп міне Ши Цзиньпиннің барып қолын алғалы тұрып, ана бір қаланың әкімін жаңағы оңайлыйында тұтқындады, байымен қосып. Бұл нені білдіреді? Бүкіл дүние жүзінде Қытайға жұмыс істейтіндерді тырқыратып қуатын бір заман келеді дегенді білдіреді. Америка бастап істеді міне. Америка міне бастап істеді. Көрдіңіз ба? Американың бастап істегеннің өзі ары қарай бүкіл дүниеде бұл жайылады. Сондықтан мен мынау Қазақстандағы мына биліктің бір өрденіне, ана қолдарына беретін бір грамотасына, ана бір тиын тебеніне алданып, ана бізге өретін өткендегі ана бұқашық ақын сияқты, ана сүзе қарайтын, сүзеген бұқашық ақындарын айтам. Ана итбастарыңды қорғай алмай қаласыңдар ертең. Итбастарыңды қорғай алмай қаласыңдар. Сендер одан ана табиғат, көл, өзен, махаббат, жаным, сен мені тастап кетіп, мұрнымнан маңқа бағып, жылап қалдым деген өлең жазып жүрсеңдер, керісінше жандарың аман қалады де. Ал Серікжанға және мына ұлтын қорғаған біздің азаматтарға қарсы өлең жазғандарың үшін мүмкін мына билік енді бір ит аяғына жуынды құйып сендерді біраз уақыт бағуы мүмкін. Бірақ ертең біз билікті қолға алғанда ана итбастарыңды шауып тастаймыз міне. Одан гөрі сол жаңағы маңқаларың ағып, сүйдім күйдім жаным, сен тастап кеткенде маңқам 10 километр ағып, артыңнан жүгірдім деген өлең жазып, балдай шалтай болып жүре беріңдер сендер. Бұл жердегі әңгіме осында тұр. Бұл түптің түбі осы мынау Қытайдың иттеріне бір зауал келетіндігін білдіреді. Енді бірі, Венесуэланың қазіргі үкіметі шешім жариялапты. Онда Мадуро кезіндегі Венесуэла алған қарыздардың барлығы қайтарылмайды, себебі бұл қарыздардың ешқайсы Венесуэла халқының пайдасына іске асқан жоқ, және бұл ақшалардың қайда жұмсалғанында еш дәлел дерек жоқ дейді. Мадуро Қытайдан ақшаны ала берген ғой. Назарбаев пен Тоқаев құсап Қытайдан ақшаны ала берген. Енді Венесуэладың жаңа үкіметі шешім шығарды. Мадуроның кезінде алған қарыздар қайтарылмайды. Тек қана Мадуроның соңғы бір алғанында Қытайдан 50 миллиард доллар алған. 50 миллиард доллар. Енді есептеңдерші. 50 миллиард доллар. Енді Қытайға қайтармаймыз дейді. Қытайға қайтармаймыз дейді. Қытайың енді бармақты қарш шайнап отыр ғой. Қарш шайнап отыр. Неге? Бітті. Тегін мұнай, арзан мұнай ол бір бітті. Енді міне беріп қойған қарыз ол бітті. Қайтпайды. Ең сұмдығы. Trump breaking it. President Trump asks if Venezuela should be the 51st state дейді. Мынаны мен кеше салып қойдым. Егер Венесуэла қаласа дейді, Американың 51-ші штаты болады дейді. Венесуэланың халқының мен ойлаймын 90% қол көтеріп қосылайық деуі мүмкін.
Венесуэла қаласы Американың 51-ші штаты болады. Венесуэланың мұнайы Сауд Арабиядан да көп. Сауд Арабиядан да көп. Көрдіңіз ба? Ал Америка қазірдің өзінде мына Қормұз бұғазында жаңағы блокада жасап отырған кездің өзінде Америка дүниедегі қазіргі мұнайды ең көп экспорттайтын елдердің біріне айналды. Венесуэланы қосып не болды? Венесуэла өзі беру. Енді мына жерде Канаданың Альберта штаты тәуелсіздік аламыз деп дауыс қозғап, референдумда Альберта штатының дауысы басым шықты. Енді Канада Федерациясының заңы бойынша қандай да бір штат тәуелсіздік алам десе, егер ол кәдімгі қалыпты мажорити менен 50% қосылған тағы бір 50%-дан артық дауыс алса болып бітті. Тәуелсіздік алады екен. Енді Канададағы ең мұнайлы өлке Альберта өлкесі тәуелсіз болып кетті. Баяғыда Кубек тәуелсіз боламыз дегенде француз тілді шалшауқандар Кубекті француз тілді республика жасаймыз деп бөлінеміз дегенде әбден ағылшындасып кеткен жастары қарсы тұрып, сөйтіп Кубек бөлінбей қалған. Енді Альберта бөлінгелі жатыр. Неге? Альберта ең мұнайлы өлке. Бірақ ең мұнайлы өлкенің мұнайын орталық өкімет алады да өңкей ана кедей кепшік өлкелерге бөледі, ал мына мұнайлы өлкенің жолын да жасамайды. Қысқасы, Ақтау, Жаңаөзен, Атырау, Ақтөбенің жолдары құр, жаңағы шұрқ-шұрқ тесік үйлері, ескі халқы кедей, бірақ бүкіл Қазақстанның мұнайы сол Ақтаудан, Жаңаөзеннен, Атыраудан, Ақтөбеден шығады. Бірақ сол жердің халқы әлі сол ескі жол, ескі үй, советтен қалған ескі хрущевский үйлерде тұрып жатыр. Міне көрдіңіз бе? Бұл нені білдіреді? Бұл нені білдіреді? Бұл Альберта, біз ендігі Жаңаөзен болмаймыз, біз бөлінеміз деп жатыр. Ақтау, ендігі Альберта, біз Ақтау емеспіз. Бүкіл мұнайды саған береміз, бірақ өзіміз кедей өмір сүретін, біз бөлінеміз деп жатыр. Альберта Канададан бөлінгелі жатыр. Мүмкін Канаданы 51-ші штат қылып аламыз. Егер Канада халқы қосылса 51-ші штат қылып аламыз деп жүргенде, Альберта тәуелсіздік алып, тәуелсіздігінің артында Америкаға қосыламыз деп кетсеш. Дүниеде қызық-қызық әңгімелер болып жатыр. Дүниеде қызық-қызық әңгімелер болып жатыр. Бұл әсіресе бұл оқиғалардың болғаны геосаясат қазір көзіңізді жұмып таңертең оянсаңыз мүлде басқа дүние болып жатады. Бұрынғы кездегіден бөлек қазір қысқа күнде дүние қырық құбылып жатыр. Мен енді сөздің шыны керек, Трамптың Қытай сапарынан ары қарай не болады, бұл көп білмеймін. Мысалы, кеше көлік айдап, мынау Вашингтоннан сыртқа шығып бара жаттым. Тағы бір кісілермен жүздесетін болып, олар мынау Вирджинияның бір таулы аймағында тұрады екен. Сонымен сол жерден бір Starbucks кофеде кезігетін болып, жақын, көп емес, жарты сағаттық қана жер. Вашингтоннан шығып келе жатып жаңа тыңдап қалдым. Қазір енді сөздің шыны керек, Вашингтонның бір құлпырған әдемі кезі ғой. Ағаштардың бәрі гүлдеп, алда бір гүлдеп болып аяқтады, енді жай гүлдейтіндер енді гүлдеп жатыр. Сөйтіп әдем болып тұрған кезі. Сонда Трамп бір сөйлеп қалды. Олардың бір бетке жазған 14 тармақты талаптарына Иран енді жауап беріпті. 14 тармақты талап дейтін талап қойған ғой Трамптар. Сөзі Иран айтыпты, мүлде теріс. Атомнан бас тартпаймыз, оны 20 жылдан кейін ақылдасамыз, Қормұз бұғазын шешесіңдер. Соғыстағы келтірген шығынға бәленбай миллиард төлейсіңдер. Уранды біз қойландырылған бір бөлігін берсек береміз, бірақ анау уран байытуды жалғастырамыз, қысқасы. Трамптікі сол уран атом ғана ғой, басқа талабы жоқ. Сөзсе жоқ деген. Трамп айтып отыр, мен өте weak
agreement дейді. Өте әлсіз келісім шарт дейді. Себебі келісім шарт деген мен бір шегінем, сен бір шегінесің, менің бір талабыма сен көнесің, сенің бір талабыңа мен көнем деп келіседі ғой, саудаласады ғой. Трамп енді саудагер. Аналар мүлде аспандағы бағаны сұрап отырған. Трамп айтады, мен дейді ананың соңын оқымай қоқсыққа лақтырдым дейді. Ананың соңын оқымай қоқсыққа лақтырдым дейді. Таңертең орнымнан тұрып мынау әлеуметтік желіні қарасам, Иран оттегімен тыныс алдырылып жатырған ел ғой деп айтты деп біреулер аударыпты. Ол енді орысша аудармадан қазақша аударса керек. Бұл не қылған Иран оттегімен тыныс алдырылып, жасанды жолмен тыныс алдырылып жатыр ғой деп. Содан бұл қандай сөз екен деп, жаңа Трамптың кеше жолда келе жатқан сөзін таңертең ағылшыншасын жаңа Fox News'тан қайта қоям ғой. Сөйтсем Трамптың түпнұсқасы былай екен. Иран қазір лайф спортта ғой деп. Лайф деген өмір, тіршілік. Спорт деген қолдау. Лайф спорт деген тек жасанды жолмен тыныс алу ғана емес. Тамақ іше алмайтын адамның кеңірдегін тесіп, асқазанына тамақ апару да мүмкін. Қан тамырынан, венасынан қоректік болатын, қоректік тамақ болатын заттарды укол қылып құю мүмкін. Кеңірдегін тесіп, тамақ салу мүмкін. Тек қана ол лайф спорт деген тек жасанды жолмен тыныс алдыратын, тек оттегімен ғана тыныс алдырып қою емес. Сондықтан мынау Қазақстандағы бір ақпарат көздері, мен енді атын атамайын, журналистерді ұят болып қалмасын. Бір ақпарат көздері Иран жасанды жолмен тынысталып жатыр деп аударыпты. Лайф спорт деген тек тыныс алуды ғана білдірмейді. Лайф спорт өмір мен өлім қалында жатқан адам өз бетінше тыныс ала алмай, өз бетінше тамақ іше алмай, өз бетінше кәдімгі бүкіл тіршіліктік қарекеттерін жасай алмаған кезде жасанды жолмен, оның жүрегін жасанды жолмен соғады. Оның жүрегі ұрмай қалған болуы мүмкін, жасанды жолмен ұрады. Оның өкпесі тыныстамаған болуы мүмкін, жасанды жолмен өкпесін тыныстандырады, немесе оған жаңағы жасанды жолмен тыныс алдырады. Ол мүмкін асқазаны, не мына кеңірдегі мына жер зақымдалған болуы мүмкін, не оған жасанды жолмен тамақ салады, не қан тамырынан құяды тамақты, не кеңірдегінен тіке жаңағы асқазанына тамақ жібереді. Бұл лайф спорт деген осы. Сондықтан Иран жасанды жолмен тыныс алдырылып жатқанда, немесе Иран оттегімен тынысталып жатқанда деп аудару лайф спорттың таза аудармасы болмайды. Сондықтан мынау Қазақстанда қазақ тілді кейбір медиалардың аудармасы дұрыс емес. Трамптың Иран қазір жаңағы лайф спорт жағдайында деген өмірі қауіпті жағдайда. Лайф спорт деген өлгелі жатқан адамға жаңағындай көмектерді жасау. Тек қана тыныстау емес, барлығы бар. Жүректі қозғайтын аспап бар ғой, білесіздер. Өкпені тыныстандыратын аспап бар, білесіздер. Анау шырғалаңда болып, аузынан миы тоқтаған, тамақ іше алмайтын, мына өңешін тесіп тамақ салатын аспап бар. Сондықтан бұл лайф спорт деген сол. Сондықтан мына аудармашылар дұрыс аударыңыздар, лайф спортта. Мен енді өз басым, мысалы ICU-да жатыр дейді, жан сақтау бөлімінде жатыр. Лайф спортты да мен сол лайф спорт деген күйінде алу керек. Лайф спортта жатыр деп алу керек. Сол күйінде алу керек. Кейбір нәрселерді оның бәрін 100% аударамыз деп, оның бәрін басты қатырудың керегі жоқ. Соң ақырын сол қалыптасады мысалы. Енді Трамп Пекинге барғанда, Тянтанда Ши Цзиньпин екеуі Тянтанды көреді дейді. Алдыңғы жол барғанда ежелгі патша ордасын, гаремді көрген, Гугунды, патша ордасын, Шүршіт патшасының патша ордасын. Енді осы жолы барғанда Тянтанды көреді дейді. Бұл Тянтан деген енді жаңағы 360 градус шеңбер күйінде сызылған. Мен қай жылы бардым оған? 2008 ба, 2005 ба, сол кезде бардым сол Тянтанға. Сонда жаңағы ол сол бұрынғы патшаның құлшылық жасайтын жері. Қарапайым халықты жолатпайды. Сол Тянтан дейді.
бұл патша сол жерде жаңағы соғыс ашарда, не соғыс болып жатқанда, құрғақшылық болғанда, апат болғанда патша жаратушыға жалбарынады. Енді бұлардың нанымында жаратушы енді күрделі ғой, енді оны айтпаймын. Бірақ сол өздері жаратушы деп білетін жерге мемлекеттің басына ең бір апат төнген кезде, мемлекет болып, ұлты болып, сол бір өте бір сын сәтке келген кезде, сол Тянь-Танда патша құлшылық жасайды. Не тасаттық береді. Міне бұл жерге Ши Цзиньпин неге Трампты апарғалы отыр? Ана Тянь-Танда тасаттық береді, нәзір береді. Менде 2-3 түрлі ой болып тұр. Біріншісі, Ши Цзиньпин Трампты Тянь-Танға зияратқа шақыру арқылы менің халқым да қазір соғыстық жағдайда, не апаттық жағдайда. Бұрын зор апат, шегіртке апаты, қуаңшылық апат. Қытайды білесіздер, тарихтан бері аграрлық ел. Жаңбырлы жылы мол өнім алғанмен, құрғақ жылы халқы апатқа ұшырап қырылып қалады. Тарихтан бері аграрлық елдердің несі. Міне. Сонда Трампты Тянь-Танға апарып, жаңа апатта, соғыста, мемлекеттің бір өр кезінде патша жаңа сол Тянь-Танға барып құдайға құлшылық жасайды. Патша атыменен тізелеп тұрып құдайға құлшылық жасайды. Патша атымен маңдайын жерге тигізеді қытайлар. Сол Тянь-Танда ғана. Бұл Трампты сол жерге апару арқылы Ши Цзиньпин мынандай бір сигналды беріп жатыр. Мен соғыстық немесе апаттық жағдайда тұрмын. Қытайдың қазіргі жағдайда сол, экономикалық жағдайда сол, ширығып, ушығып, енді еш шешімі табылмайтын деңгейде сондай бір күрделі жағдайда тұр. Яғни Ши Цзиньпин Трампқа және оның командасына мен не соғыс ашам, не апаттан құтылудың жолы бар. Қысқасы Тянь-Тан менің құдайға жалбарынатын кезім. Енді сен қысқасы сен құдайсың. Себебі Трамп Ши Цзиньпиннің құдайы. Ши Цзиньпин үшін алғанда бүкіл Қытайдың экспорты тек Америкаменен жамбағы отыр. Америкамен. Еуропаң бүкіл Қытайдың тауарына, электр көліктеріне, электр мотоцикліне бірақ салықты көбейтіп қойды. Американың 360 миллион халқы бүкіл Қытайдың тауарының тұтынушысы. Тіке тұтынушысы. Ана жерде мына Вьетнам, Канада, Мексика айналдырып алып келіп, өзінің Қытайдың тауарын бірақ Гонконгтікі, Вьетнамдікі, Лаостікі, Бирманікі, Канаданікі, Мексиканікі деп сатқанмен де бәрібір Қытайдікі олар. Сонда Ши Цзиньпин былайша айтқанда Трампты сен менің жанымды сақтайсың деп табынғалы отыр ма? Жоқ, әлде Трампты құрбандыққа шалмақ па? Тянь-Танда Қытайлар құрбандықта шалады. Не болғалы тұр? Немесе Қытайдың ескі дәстүрі бойынша мен бұдан ары шегін алмаймын. Бұрынғы ескі патшалар сол Тянь-Танға барып табынып, өздерінің нанымында құдайға табынып алып, соғысты бастап жіберетін болған. Мен қысқасы сеніменен ең соңғы жеме-жемге осы жерде келем. Не өлдім, не тірілдім, екінің бірі деген әңгімені айтқалы тұрмын. Қысқасы бұл бір күрделі әңгіме болды. Күрделі әңгіме болды. Енді не болса да бірнеше күннен кейін болады ғой, мысалы 14, бүгін енді 11 ма? 12. Енді 2 күннен кейін болатын нәрсе үміт күтейік енді. Ал Трамптың мақсаты не? Трамптың мақсаты Қытай Иранға ықпал етсін дейді. Ресей екеуің Иранды қолдауыңды тоқтат дейді, бұл бір. Екіншісі, сен менен азық-түлік анау-мынау сатып ал дейді. Мұнай сатып ал дейді. Яғни Қытай дүниедегі ең көп мұнай тұтынушы ел, енді Америкадан мұнай сатып ал дейді. Трамптың мақсаты сол. Менің бұршағымды сатып ал дейді. Менің азық-түлігімді сатып ал дейді. Саудадағы тепе-теңдік.
Қытай Америкаға ең көп тауар сатады, бірақ Американың затын алмайды. Көрдің бе? Бұл саудадағы теңсіздік, саудадағы әділетсіздік. Мен өткенде оны мысал келтіріп түсіндірдім, қазір енді оны мысал келтірмей ақ қояйын. Мысалы, сен қойшысың, сен саған қойыңа жем керек, өзіңе ұн керек. Барып, бидайшыдан барып, ұнды да жемді де сатып аласың. Бірақ бидайшы сенің қойыңның етін сатып алмайды, сенен қой сатып алмайды. Ол басқа қойшыдан барып қой сатып алады. Бұл әділдік пе? Әділдік емес. Сен оның бидайын, сен оның жемін алғанда, ол қойшы да сенің қойыңды сатып алуы керек. Міне бұл саудадағы теңдік болады. Егер ол бидайшы сенің қойыңды сатып алмаса, онда сен ол бидайшының бидайын сатып алып не істейсің? Сен оның жемін, ұнын сатып алып не істейсің? Онда сен басқа бидайшымен келіс. Мен сенен 1000 тонна жем алайын, 1000 тонна ұн алайын, бірақ сен менен қойды менен сатып ал. Бірақ баға нарықтың бағасы. Сенің бидайыңда, сенің ұныңда, сенің жеміңде нарықтың бағасы бойынша болады. Тым қымбат, тым арзан емес. Менің қойымда нарықтың бағасымен болады. Базардағы бағамен болады. Бірақ сен басқа қойшыдан емес, менен ал. Мен басқа бидайшыдан емес, сенен алам дейсің. Міне бұл саудадағы әділдік болады. Сен бидайшыдан 1000 долларға жем, 1000 долларға ұн сатып алдың, 2000 доллар оған қаржы салдың. Сен онымен 2000 долларлық сауда жасадың. Енді сол бидайшы сенен 2000 долларға қой алуы керек. 2000 долларға қой алуы керек. Бұл саудадағы әділдік. Немесе ол жүн сатып алады 500 долларға. Тері сатып алады 500 долларға. 1000 доллар болды ма? Енді жаңағы ет керек дейді. Сенің қасапханаңнан ет сатып алу керек 1000 долларға. Сонда жалпы оның саған жұмсаған ақшасы 2000 долларға жету керек. Бұл саудадағы тепе-теңдік. Саудадағы тепе-теңдік. Ал егер бұл тепе-теңдік бұзылса, нарық бұзылады. Сондықтан Трамптың айтып отырған, мен сенің тауарларыңды алады екем, бірақ сен неге менен алмайсың? Неге бұршақ менен алмайсың? Неге етті менен алмайсың? Неге мұнайды менен алмайсың? Егер сен алмасаң, онда мен сенің саудаңды қысам, мен сенің тауарыңа кеден салықты көбейтем, мен сенің кемелеріңе, портқа кіретін тарифті қымбаттатам. Міне, мен саған беретін чиптерді, жаңағы жоғарғы деңгейдегі чипті емес, төмен деңгейдегі чипті беремін. Анау мынау деген әңгімені айтып отыр. Бұл жердегі әңгіме енді екеуі келісе ала ма, келісе алмай ма, осыған ғана байланысты. Енді сөздің шыны керек, Трамптың осы жолы 12 Си ұшақтарыменен соншама жоғарғы деңгейде, соншама адамды бастап Қытайға баратын болу, осы мына алдын ала дайындығының өзі Трамптың Ши Цзиньпиннің бір мысын басуға бара жатқандығын көрсетеді. Мен өз басым Трамп осы жолы Ши Цзиньпинді желкеден сығып отырып, алдында құрша жорғалатуға бара жатыр. Мен осыған өз басым сенімдімін. Мысалы, 17 жылы мынандай бір оқиға болыпты. Мынау Американың президентінің қасында үнемі бір қара чемоданды, дипломат чемоданды көтерген бір жаңа қорғаушы болады. Ол үнемі соны көтеріп жүреді. Ол одан айырылмайды. Оның жаңа дипломат чемоданның ішінде кодтар басылған ерекше аспап, спутникке жалғасқан атом бомбасының кодтары тұрады. Ана атом бомбасының кодын айтып, мысалы, сол арқылы атом бомбасын ұшыртады. Бұл енді шын сондай зат па, жоқ бір символдық зат па, оны ешкім білмейді. Бірақ оны сол атом қаруына байланысты чемодан, дипломат чемодан деп біледі. Бір кішкенде 4 чемоданды көтерген қарулы еңгезердей жігіт президенттің қасында жүреді. Байқайсыздар ма? 2017 жылы сол жігітті анау Қытайдың патша ордасына кіретін кезде, анау жаңа билік ордасына Жуңнан қайғы кіретін кезде, Қытайдың жаңа дәу-дәу 2 метр, 1 метр 90 күзет қызметі бұл жерге тек Қытай компартиясының бас хатшысы Ши Цзиньпин мен Америка президент Трамп кіреді, басқа үшінші адам кірмейді деп, анау артта ілесіп келе жатқан ана жігітті тосқан ғой. Анау атом чемоданын көтерушіні тосқан 17 жылы.
Сонда бүкіл Трамптың амандық қызметіне жауапты жаңағы былайша айтқанда бүкіл Трамптың амандығына жауапты анау кәдімгі бәрін басқарып күзетшіні сен бүйт деп келе жатқан кісіге аналар қараған. Ол басты изеген әкесін танып деген ғой. Әне жерде Трамптың күзет қызметі анау Қытайдың оны тосқан күзет қызметінің қысқасы тарс тұрс еткізіп көз ілеспен уақытта жерге сұлатып ұйықтатып тастаған. Сөйткенде ана чемоданын көтерген беті Трамптың артынан ілескен. Содан арты тарс тұрс болғаннан қарайды ғой, не болды дегенде. Сонда Трамптың көзінше ана чемоданды ашып көрсетіп, ана чемоданға зақым келді ме келмеді ме тексерген ғой. Сөйтіп білесің. Ши Цзиньпиннің беті топырақтай болып кетті дейді. Бүкіл Қытайдың жаңағы адамдар шығып кешірім сұрап, бұлар жаңадан келеді, түсінбей қапты деп кешірім сұрап майпаздады. Сонда оны ол Қытайлар әдейі тосты ма? Жоқ. Өздері ана бір сес сынап көру, әлгі түртіп көру, шұқылап көру жаңағы. Егер үндемесе, сон баяғы мысын басу. Әне жерге Трампты жалғыз жіберу. Жоқ. Трамптың күзет қызметі сол сәтте шешім қабылдаған. Тарс тұрс еткізіп ана Қытайларды сол жерде ұйықтатып кеткен ғой. Қытайлардың өзі келіп кешірім сұраған. Неге? Ол чемодан Трамптың қасынан 1 метр, 2 метр жерде ғана жүру керек. Айырылмау керек. Америка президенттерінің сондай бір әңгімелері болады. Енді осы жолы мұншама адаммен баруы, мұншама зор жүктерді жөткеп апаруы, бұл енді ең жоғарғы деңгейдегі, мүмкін тіпті сол Пекинде отырып Иранға қарсы соғысты басқарып кетуі мүмкін. Тіке спутникпен, Пентагонмен, 5 бұрышты сарайменен тіке сол 5 бұрышты Пентагонмен сөйлесіп соғысты басқарып кету. Елдің бәрі айтады, Трамп мынау Қытай сапары кезінде Ирандағы соғыс мәселесіне уақытша кідіріс жасайды деп. Трамп деген кісі ол өмір бойы елдердің ойлауынан мүлде бөлек ойлайтын адам. Мүмкін ол сол Пекинде жүріп Иранды төмпештеп тастауы. Пекинде жүріп Ши Цзиньпинмен келісіп, сөйлесіп, сол жаңа Қытайдың көк шайын ішіп, жапырақ шайын екеуі жаңағы әзілдесіп отырғанда мына жақтан Иранның күл талқаны шығарып атып тастауы мүмкін. Бүкіл дүниенің Ши Цзиньпин артынан барып ана адамдар құлағына сыбырлағанда барып, Иранды өстіп жатыр ма? Сіздің бәлен миллиард доллар салған базаңызды да жарып жіберді. Сіздің түгенбай кемеңіз кетіпті. Иранмен бірлесіп салған дрон зауытыңыз, анау ракета зауыттардың бәрі кетіп қапты дегенді Ши Цзиньпин естіп отыруы мүмкін. Трамптан бәрін күтуге болады. Себебі ол бүкіл осы сіз білетін, біз білетін саясаткердің бәрінен бөлек. Себебі ол саясаткер емес, ол саудада жүрген, бизнесте жүрген. Ол саясатқа, былайша айтқанда, аяқ астынан келген адам. Ол дипломатиялық, анау қатып қалған сіз бен біз ойлайтын қағазға жазылмаған ережелердің ешқайсысына бағынғысы келмейтін адам. Ал басқа сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бүгінгі тікелей эфирім енді осыменен бітті. 1,5 сағат сөйлеппін. Мен адамдарым қазір мен көре салайын. Мен адамдарым ал менде әлі біраз уақыт бар екен. Сондықтан сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сұрақтарыңызды қойыңыздар, мен көремін. Жауап беремін. Ал 1 сағат 24 минут сөйлеп. НЛО туралы айтыңыз. Осыдан бұрын 3-4 лекциямда ол туралы айттым, содан тыңдаңыздар. Тура кешегі алдыңғы күнгі, оның алдыңғы күнгі лекцияларымда НЛО туралы бар. Соны айтыңыз. Хантавирус туралы айтыңыз.
Кантавирус анау бір кемеде басталды. Кантавирустан тым коркуп кетпесек те болот экен. Биринчи сол курлукта тараган жок. Қазір сол кемеде тарады. Сол кемеге жаңағы арнайы мынау кайсы өккө, солтүстүк өк, оңтүстүк өккө барууга шыккан туристтердин ичинен пайда болгон. Соны көрдү. Қазірге дейин жагылмасам 3 адам өлдү деди ғой дейм. Бирок бул вирусту сол оңтүстүк Америкадагы кемиргич, тышкан, кемиргич, сосуяк кемиргич жаңағы хайуандардан тарайтын вируспенен ол вирустың жаңағы сериалы бірдей екен. Бұны енді сондай бір тың вирус ойбай тағы да бір ковид сияқты бір ауру тарады ма деп бүкіл адамдар кәдімгідей уайымдап кетіп еді. Енді соның бүкіл деректерін іздегенде сол осыдан біраз уақыт бұрын оңтүстік Америкадағы сол кеміргіштерден адамға тараған вируспенен оның сериалы бірдей екен демек. Оны емдеп жазуға болады. Бар болған енді ол сол кемеде, қазір ешкім оны құрлыққа жақындатпай отыр. Енді қысқасы бұл өте шұғыл, енді бұның енді емі бар дегенде де, соның өзінде де бұған егер адамның қарсылық қуаты, иммундық қуаты нашар болса, адам бұның 50% 50 деп айтады. Енді Құдай сақтасын, бізге жоламай ақ қойсын. Орыс Украин не болады дейді. Өте жақсы. Не сауатты сұрақ. Орыс Украин былай болғалы жатыр. Мен кеше бір пост салдым. Сіздер көрдіңіздер ме екен? Мен сол постымды сіздерге жаңағы оқып берейін. Ол пост осы Орыс Украин туралы пост. Онда мынау әлемге әйгілі мынау телеграф дейтін басылым бар. Онда былай жазады. Путин is down дейді. Путин бітті дейді. Даун деген құлау, құлдырау, төмендеу, жығылу дегенді білдіреді. Putin is down. This is the time to start kicking him. Kick деген тебу, құлату, тепкілеу. Немесе оны kick деген қысқасы аяқпен соққы жасау. Қазір дейді оны тепкілейтін кез келді дейді. Батыс дейді, Владимир Зеленскийге көмек беру керек дейді. Қысқасы телеграф сайтының өзі. Бұлар енді әдетте осы соғыста бір салмақты көзқарастарды көрсетіп отырған медианың өзі. Кеше мен осыны көріп аңтан қалдым. Яғни Путиннің экономикалық мүмкіндігі, әскери мүмкіндігі бітті. Батыс осыны мойындап отыр. Орыс ары қарай соғысты жалғастыра алмайтын белгілі болды. Тіпті Путин Зеленскиймен үшінші бір елде кездесуге дайын. Қандай ел болуы мүмкін? Түркия, Вьетнам, Қытай. Түркия, Вьетнам, Қытай. Қазіргі Орта Шығыстағы елдерді олар ұнатпайды, себебі Орта Шығыс тұтасымен Американың қолына өтіп қойды. Қазір арабтар Америка жаққа шығып кетті. Мүмкін Сауд Арабия болса болуы мүмкін. Сауд Арабия. Себебі Салман менен Путиннің қатынасы жақсы. Сауд Арабияның ханзадасы Салман мен Путиннің қатынасы жақсы. Сондықтан мүмкін Сауд Арабия, мүмкін Түркия, мүмкін Қытай, мүмкін Вьетнам, осы сияқты елдерде Путин мен Зеленский кездесу бек мүмкін. Бұл бір. Мүмкін Қытай. Осы жолы Трамп пен Ши Цзиньпин кезіккенде Ши Цзиньпинді көндіріп, Зеленскийді де шақырасын, амандығына кепілдік қыласын, Путинді де шақырасын, оның әгі көшірме егіздер емес, нақ өзі. Оның жаңағы бас бармағының көшірмесін біз саған береміз. Мұна бармағыныңыз осыған ұқсаса, ол Путин, мынаған ұқсамаса, ол жалған Путин болады деп Трамп пен Ши Цзиньпин ақылдасу. Сондықтан Ресей-Украин соғысы осы 26-ның желтоқсанына дейін қалмай бітетін сияқты. Себебі соңғы бірнеше айда украиндер басымдыққа шықты. Ресей бәленбай 100 квадрат километр жерінен айырылып қалды. Енді оны мен бәлен күн түген квадрат Украин тартып алды деп айтып отырсам, ол енді бекер сөз болады. Әйтеу, қайсы бір күні бір айтқанда 70 квадрат километр жерді алды дегенде мен бүйтіп отырсам, 70 квадрат километр жерді есептедім. Ол ұзыны 10 километр, ені 7 километр екен.
ойбой, біздің бір ауылдай ғана екен ғой дедім. Сонда ұзыны 10 километр, ені 7 километр жерді Украина Ресейден тартып алыпты дейді. Бірақ артынан ойладым. Бұрын тек Ресейдің ілгерілеуі бар, Украинаның шегінуі бар еді. Енді қазір Украинаның ілгерілеуі бар, Ресейдің шегінуі. Демек, Ресей алдыңғы шепте жеңіліп жатыр. Енді қаржылық дағдарыс. Осы жолғының өзінде парадтың өзі Ресей тарихындағы масқара парад болды. Сондықтан Путин сол менің армиям қазір тұрған жер менікі, сенің армияңның қазіргі алған жері сенікі, сосын болды. Донбасты да мен армандамайын, Қырымды сен армандама деп, Ресей сол қазіргі алған жерін ұстап қалуды армандауы мүмкін. Бұрын енді қарумен ала алмаған Донбасты қаламмен аламыз деп, әлі ала алмай отырған Донбасты бізге бересіңдер деп Украинаға талап қойды ғой. Енді қазір одан кетуі мүмкін. Енді сол қазіргі жаулап алған жерінің өзіне қанағат тұтып, Украинамен бір уақыттық келісімге келуі мүмкін. Бұл осы. Енді жаңа кешегі бір ақпараттар, енді оны жазып, мен мына пост бөлігінде салып қойғам, енді сіздер сол пост бөлігінде оқыңыздар. Мысалы, Қормұздан өтетін халықаралық интернет кабель бар ғой, ғаламтор желісі. Соны Иран мынандай талап қойды. Сол Қормұз бұғазынан өткен, Иранның теңіз алқабынан өткен, сол бұғаздан өткен халықаралық интернет кабель Еуропа, Азияны жалғайтын сол кабельді, бүкіл жер шарын жалғаған интернет кабель ғой. Біз қиып тастаймыз, қимасақ онда ақша төлейсіңдер депті. Қимасақ ақша төлейсіңдер депті. Болмаса біз қиямыз. Енді сөздің ішінде керек, Азияның біраз елі, Еуропаның біраз елі интернетсіз қалып қалуы мүмкін. Екіншісі, қазір осы Қормұз бұғазында Иранның әдейілеп тұрып, қасақана төккен мұнайы теңіз бетінде қалқып жүр. Алдыңғы күнгі хабарда 75 шаршы шақырым теңіздің бетінде жылтылдаған мұнай көрінген. 75 шақырым. Ол деген сөз, жаңа айтқандай, ұзыны 10, ені 7 километр дегенді білдіреді. 7,5 километр. Енді екінші күнді кеше 65 шақырымды көрсетті. Ұзыны 10 километр, ені 6,5 километр дегенді білдіреді, кем дегенде. Ал бұл теңіз өзі тар теңіз. Иран бұл мұнайды неғып теңізге әдейі төгіп отыр? Себебі Кувейт, жаңағы әсіресе Біріккен Араб Әмірлігі, Сауд Арабия деген елдер теңіз суын тұщытатын ел.